Сәлем достар, мен каналыма қош келдіңіздер. Бүгін тәтті тоқаш және бауырсақ жасаймыз. Екеуі де бір қамырдан жасалады. Жылы суға 1 шай қасық ашытқы саламыз және 1 шай қасық тұз, 2 шай қасық қант саламыз. Және 2-3 ас қасық ұн салып араластырып жылы жерге бетін жауып қоямыз. Ашытқымыз жақсы көтерілді. Енді нан елейміз. 2 жұмыртқа, 70 грамм сары май, 70 грамм сұйық май, 100 грамм қант, шамамен 200-300 мл сүт қажет болады және тұз. Нанға ұнды көп қоспаймыз, өте жұмсақ қамыр болуы керек. Қамырымыз жылы жерде тұрды. 1 сағаттай шамамен жақсы болып ашып көтерілді. Тоқаш жасау үшін грек жаңғағын блендерден сақтап аламыз және оған корица қосамыз. Араластырып қоямыз. Ашыған нанның жартысын алдым. Енді осыдан күлшелеп, жайып, тоқаш жасаймыз. Қамырды шамамен қалыңдығы 1 сантиметрді етіп жаямыз және ерітілген сары майды үстіне жағамыз. Жаңғақ пен корицаны үстіне себеміз. Рулет жасап ораймыз. Бір жарым 2 сантиметрдей биіктікпен кесеміз. Бетіне кішкене сүт қосылған жұмыртқа жағып шығамыз. 170 градусқа дейін қыздырылған пеште 20-25 минутта піседі. Тоқаштың бетіне жағу үшін глазурь дайындаймыз. Ол үшін қант пудрасына аздаған ғана сүт қосып, осындай крем тәріздес глазурь жасаймыз. Тоқаштар пештен шыққаннан кейін ыстық күйінде глазурьді бетіне жағамыз. Бұл шай ішуге арналған өте жұмсақ және тәтті тоқаштар. Ал қалған қамырдан мен бауырсақ жасауды ұйғардым.
Қайнап тұрған майға екі жағын қызартып пісіріп аламыз. Осындай жұмсақ тәтті бауырсақ болды. Видео ұнаса немесе сұрақтарыңыз болса, комментарий жазыңыздар, лайк басыңыздар. Келесі видеода кездескенше барлықтарыңызға ас болсын.